Саламатсыздар ма оқушылар? Ал сабаққа кіреміз. Өте тамаша. Қане, ең бірінші мына жердегі өлең жолдары жазылған. Енді бұлардан аламыз, бір-бірден алып, топқа бөлініп отыра қаламыз. Келіңіздер. Жылдамырақ отыра қаламыз. Топқа. Әр топ өз топ басшысын сайлайды. Топ басшысы бүгінгі сабақта өз тобында кім қандай қалай қатысты, соны бағалап отырады да, осы бағаға. Бұл бағалау парағын маған содан кейін өткізесіздер. Барлық дескрипторлар ішінде берілген. Олай болса, сабағымызға көшейік. Өткенде біз Ақтанберді Сарыұлының өмірі шығармашылығымен танысқанбыз. Өткен сабаққа көз жүгіртсек. Ақтанберді туралы кім не айтады? 5 табан әдісін қолданып, біз Ақтанбердінің өмір шығармашылығын қайталайық. Кел, хақым. Ақтанберді жырауы. Қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Жаңакелді деген жерде туылған. Жырау қолбасшы орта жүз рубасыларының ақсақалдарының бірі. Жоңғарлармен соғыста алдыңғы сапта жауға қатысқан. Жақсы. 17 жасында Орта Азия арасындағы соғысқа қатысқан. Тағы кім не айтады Ақтанберді туралы? Кел, Асқар. Ақтанберді шығармалары. Жауға шапын туып ойлап, күлдір кісінетіп, уақ қарт Бөгенбай. Жақсы. Тағы кім не айтады Ақтанберді туралы? Сен кел. Ақтанбері ақын, батыр, қолбасшы және жауын. Жақсы. Тағы кім не айтады? Кел. Айдын. Ақтанберді шығармашылығының негізгі сарыны. Күреске жігерлендіру, жаудан азат ету. Жақсы. Атқа бөріге қону. Жақсы. Күйрете соққы беру. Жақсы. Тағы кім бар? Кім айтады? Ұлтпа? Жақсы. Онда бүгінгі әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ақтанберді Сарыұлының күлдір кісінетіп жырлары. Оқу мақсатына тоқталатын болсақ, әдеби шығарманың идеясы мен бағытын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Яғни біз бүгін қандай мақсатқа қол жеткізуіміз мүмкін? Әдеби шығарманың идеясы мен бағытын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Аша аламыз, жақсы. Олай болса, экранға назар аударайық. Яғни болжау әдісі арқылы біз жалпы алдағы күлдір кісінетіп өлеңдерінде не туралы айтуымыз мүмкін екен? Бірінші сөзге қараш, кім айтады? Құрсыдақ айтады. Не туралы білуіміз мүмкін? Жері отан үшін өмірімізде аталы боларымыздың ерлігі жайлы жырланады деп ойлаймын. Жақсы. Келесі суретте. Ел билеген билердің нақыл ақыл сөздері жайлы болады деп ойлаймын. Жақсы. Келесі суретте батырдың суреті бейнеленген. Кім не айтады? Ел қауырлаған батырлардың арман мақсаты жырланады деп ойлаймын.
Жақсы. Тағы да не жырлауы мүмкін? Тәуелсіздікті еркіндікті аңсаған бейнелейді деп ойлаймын. Тәуелсіздікті, еркіндікті аңсаған халықтың арманы бейнеленуі мүмкін, не? Еркіндік туралы жырлауы мүмкін. Жақсы, өте тамаша, жақсы. Олай болса, экранға назар аударып, келесі бейнетаспаны мұқият тыңдаймыз. Қажет жерлерін түртіп алып жазып отырамыз. Жақсы. Әуне толғауды тыңдады, е? Енді төменден ондай сұрақтар. Саған ұнаған жолдар қайсы? Толғаудың идеясы қандай? Сенің ойыңша толғаудағы ең маңызды мәселе не? Толғаудағы пафосқа тән белгілер. Осы туралы кім не айта алады? Ақтаңберді жырларындағы негізгі сарын ерлікке үндеу, жауға қарсы күреске жігерлендіру. Ол жау қолында қалған жерлерді азат етуді аңсайды. Бүкіл қазақ елі болып, атқа мініп жоңғарларға қарсы соққы беруді армандады. Ол ел жолында өлген ерде арман жоқ деп біледі. Күлдір-күлдір кісінетіп өлеңінде, күлдір-күлдір кісінетіп күреңді мінер екенбіз. Күрек ісін ақситып, сұлуды серім екенбіз. Күдерден бау тағып, күреуге тон керім екенбіз. Жағасы алтын, жеңі жез, шығыр-шыға торғай көз, сауыт керім екенбіз. Сырттан сауыт киген соң, қоңыраулы найза қолға алып, қоңыр салқын төске алып, қол қашам екенбіз деп, өз арманын халық арманымен астастырды. Күлдір-күлдір кісінетіп деп, басталатын шығармасында ақын өз арманын танытып, тұлпар мініп туыстап, ел шетіне ерлігін көрсетіп жүрген батыр бейнесін бейнелейтін туынды. Тамаша, кім Памел айтады. Ақтаңберді толғауларының өн бойынан отанға деген сүйіспеншілікті, ерлікті әспеттеп, ел тәуелсіздігін ардақтаған отты жырларда байқаймыз. Әсіресе күлдір-күлдір кісінетіп деген ұзақ толғауының екпіні ерекше. Күлдір-күлдір кісінетіп күреңді мінер екенбіз, күдерден бау тағып, қаңқатты киер екенбіз. Өзенге бие байлатып, төскейде орда орнатып, төрткілде ошақ қаздырып, төбет бие сойғызып, төменде билер кеңесін бізде бір құрар ма екенбіз. Жақсы, кім айтады? Сен аз айтады. Жырдың мағынасын аша келсек, жыр Ақтаңберді жырау туралы. Автор өзінің мақсатта ерлік, патриоттық, рухты көтеру және өз елімізді азат ету. Бұның бәрі азаттық үшін жасалған. Қазақ еліміздің білектің ұшымен, найзаның ұшымен көтерген біздің жеріміз, оны біз сақтауымыз керек. Не үшін десек, оны халқымыз үшін, жеріміз үшін және халқымыздың соғышы үшін. Жақсы.
Онда сабағымызды қорытындылайық, бір сөйлем әдісімен. Қалай кім қорытындылайды? Ақтамберді жырауында ақыл нақылды дәріптейді. Жақсы. Тағы бір сөйлеммен кім ғана қорытындылайды? Басқа. Кім қорытындылайды? Жаным. Күлдір кісінеді толғауы ақан арманын. Танытатын елге қорған, боп ерлік атын шығарды аңсаған батыр бейнесі. Тағы кім қорытындылайды бір сөйлеммен? Жаугершілік заңда жауға қарсы тұратын батырлардың қатарында Ақтамберді батыр туралы білдік. Жақсы. Отандық кескілескен соғыста ерлікпен қаза табу арманы болған. Олай болса бүгінгі сабағымыз аяғына жетті. Бүгінгі сабақ қалай өтті? Өз көңіл күйімізді мына жердегі стикерлерден алып жапсырамыз. Мына жерден кемпірден алып, қай түске жапсырасаң, бір-біріне алып жапсырыңыздар. Орнымызға отыра қаламыз. Шындан қыздар. Яғни бүгін біз Ақтамберді жыраудың күлдір кісінеті туралы толғау туралы білдік. Үй тапсырмасы осы күлдір кісінеті жағынан үзінді жаттап келеміз. Түсінікті ма? Сау болыңыздар.